Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі декоративті жастық тысын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, мұқият видеоның соңына дейін қарап, видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге мынадай заттар қажет болады. Мен матовый түрк үйлерін таңдап алдым. Екі түсті таңдасаңыздар өте әдемі шығады. Одан кейін қолдан гүлдің эскизін салып алдым. Интернеттен дайынын жүктеп алсаңыздар да болады. Осы гүлдің пішіні бойынша осындай екі түсті гүлдерді пішіп алдым. Мендегі үйдегі жастықтың өлшемі 60-60. Енді бұған жастықтың тұсы 50-50 болу қажет. Сол үшін осылай екі түсті таңдап кесіп алдым, өз қалауларыңызға байланысты. Одан кейін маталардың бағытын бірдей етіп жатқызып, осы екі бөлікті қосып тігіп шығатын боламыз. Тігіп шыққан соң жақсылап үтіктеп, тігісті жатқызып үтіктейміз. Одан кейін гүлдерді осылай орналастыратын боламын. Енді гүлдерді мен мына мастер клейдің көмегімен жапсыратын боламын. Егер сіздерде паутинка болса, паутинканың көмегімен жапсырсаңыздар да өте әдемі шығады. Гүлдердің ортасына осылай дөңгелекшелерді жапсыратын боламын. Гүлдерді жапсырып болған соң, олардың жиегіне зигзагпен тігіс жүргізіп шығатын боламыз. Мен зигзаг жүргізуде золотистый цветті қолданамын. Айқындалып көріну үшін мінекей золотистый цветті қолдандым. Менде машинканың зигзаг тігістің жиілігінің максималды жиілігі осындай. Егер сіздерде бұдан да жиі болса, соны қолдансаңыздар, өте әдемі шығып айқындалып тұрады. Жастық тыстың гүлді жапсырып жатырған жағы бұл бірінші жағы. Енді екінші жағын матадан пішіп алдым. Екеуін жасырын замок арқылы тігемін. Жасырын замокты алдымен матаға көктеп алдым. Көктеген соң үстінен машинкамен тігіп шығатын боламын. Менде матаның түсінде замок болмағандықтан осы түсті замокты қолдандым. Бұл жасырын замок болғандықтан аса қатты рөл ойнамайды. Мінекей замокты машинкада тігіп шықтым. Қалған астыңғы бөлігінде тіктім. Енді жоғарғы бөлігінде кішкене бізде жер қалған, соны қосып тігетін боламыз. Одан кейін қалған үш жағын біріктіріп тігіп шығамыз. Мінекей біздің жастық тысымыз дайын. Осы замок арқылы жастығымызды қаптайтын боламыз. Мен де айтқан болатынмын, видеоның басында жастығымның размері 60-60 деп, ал мен 50-50 етіп дайындаған болатынмын. Өйткені жастықтың тысы размері кіші болса, соғұрлым әдемірек көрінетін болады. Бізде өте ерекше, әдемі, декоративті жастығымыз дайын болды. Үйлеріңіздегі жастықтарыңызды осылай жаңартып қойсаңыздар болады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Кәделеріңізге жарасын.